Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай ет қосылған бәліштің жасалу жолын бөліскім келіп отыр. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен салмасын дайындаймыз. Оған тартылған ет қажет және үстіне 4-5 болып туралған жуаны қосамыз. Мен бұл жерде үлкен бір бас пиязды қостым. Енді дәміне қарай тұз, қара бұрыш және мен самсаға арналған дәмдеуішті қосатын боламын. Барлығын көз өлшеммен жасаймын. Енді жақсылап араластырып, қамырымызды дайындайтын боламыз. Қамырды мен слоеный тесто арнайы дайын тұрған қамырды жайдым. Қамырымыз қатты қалың немесе қатты жұқа болып кетпеу керек. Түзеу шығу үшін осындай тәрелкені пайдаландым. Енді бәлішіміздің үстіңгі бөлігін жасайтын боламыз. Жаңағы тәрелкемізден сәл кішірек ыдысты пайдалану арқылы осы қамырымызды кесіп аламыз. Тапамызды жақсылап майлап аламыз, асты жабысып қалмас үшін. Және бірінші дайындаған қамырымызды осы жерге саламыз. Дайындап қойған салманы салып бастаймыз. Жиектеріне емес, ортаңғы бөлігіне салып, жақсылап қасықпен орналастырамыз. Мен 2 шағын картошканы осылай соломка етіп турап алдым. Осы тартылған етіміздің бетіне салып қоямыз. Екінші қамырымызды бетіне жауып, жан жақтарын жабыстырып шығамыз. Ыстық пеште қамырымыз ашылып кетпес үшін және әдемілік үшін осылай видеодағыдай мен көрсеткендей қылып жиегін орау арқылы жабыстырып шығыңыздар. Енді вилкамен осылай әр жердерін тесіп шығатын боламыз. Бетіне осылай жұмыртқамызды жағып, күнжіт себетін боламыз. Енді пирогымызды қызып тұрған пешке салып, 180 градуста жарты сағаттан аса уақытта пісіріп алатын боламыз. Міне менің бәлішім осындай болып шықты және өте дәмді болады. Сіздер де жасап көріңіздер, керектеріңізге жарасын.